Анализ көрсеткіштері кезінде холестерин жоғары екен деп статин препараттарын беруге асықпау керек. Ағзада табиғи жолмен холестерин деңгейін түсіруге болатындығы туралы бүгінгі тақырыпта айтатын боламыз. Қандағы холестерин ағзадағы клеткаға кіруі керек. Клетканың ішіне кіргізетініне ол стар белок, яғни стероидогенный острый регуляторный белок. Оны активтеп отыратын бізде ағзадағы барлық гормондардың патшасы және метаболизмді реттеп отыратын бұл қалқанша безі. Қалқанша без өз қызметін дұрыс жұмыс жасаған кезде нормада болғанда ол стар белок клетканы ашады. Холестерин ішке кіріп отырады. Холестериннің қызметі де орасан зор. Бұл қалқанша безі өз дұрыс жұмыс жасайды. Қай кезде? Ол түнгі сағат 10-да ұйықтаған кезде гормондар белсенді түрде өз жұмысын активтеп отырады. Сосын дұрыс тамақтану, спорт, стрессті азайту, мүлдем стресске түспеу, здоровый образ жизни ұстаған кезде ағзада метаболизмде қалқанша безі барлығы ретке келіп дұрысталады. Енді холестериннің 3 қызметі бар. Ол ішке кірген соң не істейді? Мысалға, қан тамырлар болады, соның қабырғасы фосфолипидтер холестериннен тұрады. Өт қышқылы біздің ағзадағы ол холестериннен түзіледі. Егер де холестерин ішке клеткаға кірмесе, өт қышқылы түзілмейді. Демек, өт жоқ, майды ыдырататын нәрсе жоқ, сондықтан да асқазан ішек жолдарында проблемалар басталады. Себебі ішек аурулары, денедегі прыш, лейкоген синдром деген сияқты барлығы қосарлы түрде басталып кетеді. Екінші, бізде стероидты ағзада гормондар болды. Эстроген, эстрадиол, тестостерон, прогестерон, аллостерон барлығы да бұл стероидтылардың барлығы осы холестериннен түседі. Демек, ағзада гормондардың эстроген, тестостеронда дұрыс болуы осы холестеринге байланысты екендігін ұмытпауымыз керек. Сондықтан холестерин өте маңызды. Үшінші, бұл артериялық давление, сахарный диабет, инфаркт, инсульт, бүкіл нәрсе осы холестерин деңгейінің дұрыс болмауынан басталады. Сондықтан да біз дереу статин препараттарын бермей, егер де холестерин жоғары болса, оны табиғи жолмен түсіруге, дұрыс ұйықтап, тамақтанып, спортпен айналысып, стрессті мүлдем түспей, қимыл қозғалыспен және де қалқанша без гормонның дұрыстығына көз жеткізе отырып, біз оның деңгейін түсіре аламыз. Қазіргі таңда Қазақстан эндогенді зона болғандықтан көпшілік адамда қалқанша без аурулары кездеседі. Утерозный синдром, біреуінде йод деңгейлері аз болуы мүмкін, біреулерде йод деңгейі көп болуы мүмкін. Анализдерде ТТГ, Т3, ТТГ деңгейін қарап отыру керек міндетті түрде. Т4 Оның барлығы ағзада қалқанша бездің дұрыс жұмыс жасап жатқандығын көрсететін анализдер. Тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Егер де қандай да бір сұрақтар туындаса, немесе видеоға қатысты ой пікіріңіз болса, комментарий бөліміне қалдыра кетіңіз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.